Әдетте мұндай әңгімелер жол үстінде, вагон, ресторандар мен тар купелерде, қонақ үйлердің 2-3 кісілік бөлмелері мен кемпингтерде, бір сөзбен айтқанда, еркектер қауымы өздерімен өздері оңаша қалып, шүйіркелесе қалған шақтарда айтылады. Бәлкім, 1-2 жұтымнан соң-ақ басқа теуіп қан қыздыра бастайтын қуатты шараптың әсері болар. Бәлкім, отбасы ошақ қасынан 40 қадам ұзап шыға бере-ақ баяғы бойдақ күндерін, базарлы шағын аңсайтын сері көңілдің соңғы бір еркелігі болар, кім білген. Мен сіздерге бір қызық әңгіме айтайын ба деп, бүйрек бет, қысық көз, алма бақты, өскен кірпідей домаланған томпақ жігіт қарсы алдында отырған ұзынды қысқалы, өте қарапайым киінген екі кісіге қолана қарады. Жоқ қысқарсың, Алматыға жеткенше қайта әлі. Деп ұзын бойлы кісі басын шұлғып қоштап қойды. Айтыңыз деп шымиды қысқа бойлысы. Айтсам, енді былай ғой, менің бар ғой, бір рет бір қызға бір-ақ күн ғашық болғаным бар. Сенесіздер ме? Бір-ақ күн. Тыңдаушылар расында да осыдан соң бір қызық әңгіме басталарын сезіп, орындарынан сәл қозғалақтап, бір-біріне қарап, езу тартып қойды. Бір-ақ күн, деді әңгіме бастаған жігіт. Бұл бір хикаяның бір қызығы да, құпиясы да, дәл осындай қысқа мерзімді болып өткендігіне тағы да бір аңғартып өтті. Ол өзі былай болған. Сол жылы жазғытұрым біз алыстан кіре тартып келе жатқан түйекештердей тізбек болып көрінетін тау шоқыларының бір түкпіріндегі үркерде ауылға жаңа қосылған 2 жастың үйлену тойына бардық. Ол жақтың ауа райы біздегідей емес, салқында болып келеді. Жеміс ағаштары да кеш гүлдейді екен. Тау іші тұнған бақ, алхоры өрік, алма ағаш, ақ бүрме, қызыл бүрме, көк бүрме, көйлек киген ару қыздардай құлпырып көздің жауын алады. Кешкі отырыс басталғанша айналаны көріп, тамашалап қайтпақ оймен ауыл шетіне қарай аяңдадық. Керемет енді, тілмен жеткізіп айта алмайсың. Бірақ көптен бері кеуде толтырып жұтпаған таза ауа, көк майса шалғындағы алуан түрлі гүлдердің хош иісінен бе бір түрлі басым айналып, көзім қарауытып кеткендей. Тап осы сәттерде олар келе жатқан пойыз жүрісін жылдамдатып, алға қарай екпіндей ұмтылғандай болды да, вагондар тербетіліп, терезе алдындағы оймақтай үстелде тұрған 2-3 шөлмекпен әлгінде ғана жол серектен шалынып, жалпайып сұрап алған қарлы стакандар бір-біріне тиіп, дірілеп, солай болған дейтіндей көрінді. Тіпті пойыздың өзі де әңгіменің қызығы енді басталды дегісі келгендей болды. Сөйтіп басым айналып, көзім қарауытып кетті. Ағаштың діңінесі қатты қысып құшақтай алдым. Кенеттен айналадағы гүлдеп тұрған ағаштар әлде бір сиқырлы құдіретті күштің әсерімен бір сұлу қызға айналып шыға келді. Күміс қоңырауындай сыңғырлап, дөңгелене билей жөнелді. Ашық аспан түстес көгілдір дүние бұрын сонды мен естіп білмеген бір жұмбақ әуенге, алда әлдеқалай бір сиқырлы үндерге толып кетті. Мені қоршап алып жүр, тұр орныңнан деп алыс жаққа көз көріп құлақ естімеген таңғажайып бір әуелуге шақырды. Ал мен болсам орнымнан қозғалғым келмей, тап ертегілердегі ханзада секілді көк шалғынның үстінде шалжайып жатырмын. Сірә, басым айналып, есім ауып қалған болса керек. Қасымдағы жолдастарым бетіме су шашып, жасанды жолмен тыныс алдырып, әбден әбігерге түсіпті. Көзімді ашқан сәтте бойда білмей айналаға аң-таң болып қарай бердім. Зәремізді ұшырдың ғой. Не болды саған? Басың айналды ма деп олар басымды сүйеп арқамдағы ағашқа тіреп бәйек болып жатыр. Той жасап жатқан үйдің иесі қымыз әкеліп қояр да қоймай 1-2 рет жұтқызып жіберді. Әуелде жүрегім айнып лақ еткізіп қайтарып тастап келген. Бірақ артынан бір түрлі жан сарайым ашылып, кеудем тазарғандай болды. Әйтсе де
қайда таңғажайып әлем, сиқырлы дүние, сыңғыр қаққан әуен, аппақ таңдай арулар. Қайран ертегі дүние-ай, қайтадан мынау баққа жансыз ағаштарға айналып шыға келгенің бе? Ештеңе етпейді қарағым, дейді. Мынау жын соққандай алақ-жұлақ түрімнен шошынған үй иесі әлсін-айсын қайталап, ондай бас айналу, жүрек айну, әлсіреп қалу деген бола береді бұл жақта. Әсіресе қаладан келген кісілерге қиын. Өйткені бұл жер биік. Қарағым, өте биік. Ағасы, бұл жігіт таза ауға елтіп, мас болып қалған ғой, дейді. Менің ес жиып өз-өзіме келе бастағанымда енді көздері анық жетіп, әзілдей бастаған жолдастарымның біреуі. Қаладағы газ, түтін біздің күнделікті рационымыз. Сондықтан өсіп, оқта-текте таза ауаға шыққандай, газ жетпей, түтін жетпей қиналып қалатын әдетіміз бар. Қымызды да көп ішкіже бермеңіз. Аздан соң мұның асқазаны бүлік шығаруы мүмкін, дейді біреуі. Алай дегенмен тойға келіп отырмыз, қиын ғой. Қымызды да көп ішкізе, ұятты бізге келіп жүрмейсің, деді. Ештеңе етпейді, қарақтарым, ештеңе етпейді, деді әлгі кісі. Осы біздің ауылымыздың жастары ана ойдағы қалада қорғасын зауытында жұмыс істейді. Көбісі сол жақта үйленіп, балалы шағалы болып, бір жола тұрақтап қалып қойып жатыр. Сіздерге өтірік, маған шын. Балаларымыздың өз оқта-текте келгенде, бастары ауырып, қан қысымы көтеріліп дейтін болып жүр. Астапыралла, өздері туып өскен ауылда, өз әке-шешесінің үйінде бір-екі күн шыдап отыра алмай, қашан қалаға кеткенше асығады. Расында да мына жер тым биік. Күрең қабақ ақ бастаулардың шыңдары үшкір найзаның ұшындай көкке шаншылып тұр. Сол найзаның бір қырында құмырсқадай қыбырлап біз келе жатқандаймыз. Жазатайым табанымыз тайып, сырғанай кейініліс кеттік дей берін құрдымға. Осындай бір қорқыныш жүрегіңе үйіп, жан жағына сақтана қорқа қарайсың бір түрлі. Кешкілік тағы да бір қызық болды. Өз көздеріңізбен көрмеген соң сіздерге сену қиын әрине. Сонда да айтайын. Ең қызығы сол, күндізгі бақ ішіндегі мен көрген қыздардың бәрі де кешкісін тізіліп тойға келді емес пе? Апыр-ай, ақ көйлек, көк көйлек, қызыл, жасыл, тек бүрмелері ғана жоқ. Бірінен соң бірі сылаң қағып, сыңғырлай күліп, ырғала басып келіп, қиыла қарып, сиқырлап тастағанда өзім сене алмаймын. Деп ауыз ашып бұлай тұрсын, тіпті отыруға қолымнан қозғалуға шамам жоқ. Олар жанымыздан қалқып өтіп, айдың көлге оралған аққулардай қаз-қатар қонақтағанда барып, кеудеме жан бітіп, апыр-ай, күндізгі бақ ішінде көрген қыздар ғой деп басымды шайқадым. Қайдағы бақ, деді манағы. Ештеңе емес, ағамыз арқамнан қағып, қарқылдай күліп. Бұлар өзіміздің осы ауылдың қыздары ғой. О, тобы, рас айтасыз ба? Ағатай, шыныңыз ба бұл? Елес емес, қиял емес, сиқыр емес, кәдімгі осы ауылдың қыздары ма? Апыр-ай, осыншама сұлуды осы күнге дейін ұрлатып алмай, ұзатып салмай, қалай сақтап келген сіздер деймін іштен қайран қалып. Күн сайын жақындап келе жатқан көктем лебін сезген жыл құсындай дүр сілкініп, алысқа тубекке сөйнелгісі келіп алып ұшқан көңілім бір сағат тағы таппай барады. Шындығында бар ғой, көкірай шалғындағы көбелектердей гүлден-гүлге қонып жүрміз. Әйтсе де біз әзірге жердеміз. Жай әншейін күнделікті кәдімгі тіршіліктің әңгімелерін шертіп жүрміз. Құдай-ау, тіпті сөз етуге тұрмайтын жайттар. Есіміңіз кім деймін ынтығып. Ол есімін айтады. Осы ауылда тұрасыз ғой. Өз аңғалдығымызға өзімнің күлкім келеді. Ол да күлетін шығар деймін.